Мерекелі жәрмеңкемізге қош келдіңіздер. Нөмірі 6-шы көптілділікті дамыту орталығы сәбилер бақшасында ерекше жәрмеңке көрініс тапты. Онда балаларға қаржылық сауаттылық негіздері үйретілді. Шара тек ойын сауық қана емес, балалар үшін пайдалы сабақтың бірі болды. Биылғы 2025 жылдың нұсқаулық хатында балалар, мектепке дейінгі балаларды қаржылық сауаттылығын арттыру деген ұсыным берілген болатында, соған байланысты біздің бала бақшамызда алтын күз, берекелі күз деген тақырыппен біз барлығымыз жәрмеңке ұйымдастырып жатырмыз. Бұл жәрмеңкенің мақсаты балалардың қаржылық сауаттылығын арттыру, оған әр тауарға баға қою, сатып алу. Бұл балаларға бұл жерден тәрбиешілер, ата-аналар да көмектесіп, яғни біздің мектепке дейінгі балалардың қаржылық сауаттылығын қалыптастыруға деген мақсат қойып отырмыз. Собирайся, честной народ, нам ярмарка идет. Добро пожаловать на синюю ярмарку. Ждем всех. Ата-аналар балаларға қаржылық сауаттылық негіздерін ерте жастан бастап үйрету ісін мақұлдайды. Олардың пікірінше, бұл да балалардың бойында жауапкершілік пен ұқыптылық қасиеттерін машықтауға ыңғайлы әдіс көрінеді. Осындай ерекше жәрмеңке ұйымдастырыпты. Бұл балалар үшін өте қызықты. Балалары өз қолдарымен қолөнер бұйымдарын жасап әкеліпті. Түрлі тәтті дәмділерді пісіруге көмектесті. Немерем сауатты болып тұрғанын көріп қуанып қалдым. Өте көңілді шара деп ойлаймын. Сатылым ойдағыдай болып жатыр. Жәрмеңкеге келгендердің барлығы сөреде ұсынылған тауарларды қуана сатып алды. Бағалары да тиімді, тиынға түрлі тәттілер сатып алу мүмкіндігі туды. Балалар өздерін сатушы ретінде де, сатып алушы ретінде де сынап көрді. Жас қойлардың күз тақырыбындағы костюмдері көрініс тапқан күзгі дефилемен жәрмеңке мәресіне жетті. Балалар жапырақтармен, гүлдермен және табиғи материалдармен безендірілген костюмдерін киіп, сән көрсетіліміне шықты. Әрбір ойластырылған киім үлгісі алтын күздің сұлулығы мен байлығын бейнелейді. Іс-шара балалардың қиялын қанаттандырып, әртістік қабілетін ашты. Балалардың орындауындағы әндер мен билер мерекелік көңіл күйді одан бетер көтере түсті.